Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің алдарыңызда осындай тоқашқа ұқсайтын печенье дайындайтын боламыз. Оның дайындалу жолы оңай әрі тез. Сондықтан видеоны басынан соңына дейін қарап шығыңыз. Ал мінекей дәл қазір компоттың ішінен шыққан алмұрт алмаларды ұсақтап турап печенье дайындайтын боламыз. Ал қалған қалдықтарды тауықтарға саламыз. Ауылда бізде осындай безотходное производство. Так, біз екі түрлі печенье дайындаймыз. Сондықтан мына жерде 2 пачка маргаринді ерітіп алдық. Оған 200 грамм қант қосамыз, 4 жұмыртқа, разрыхлитель 2 пачка және алманың үстіне шамалы ғана қант сеуіп қоямыз. Қантқа корицаны араластырып аламыз. 1 пачка корица, 10 грамм араластырып қояйық. 4 жұмыртқаны салып алдық, оның үстіне 1 стақан қант қосамыз. Осылай ағарғанша миксермен араластырып аламыз. Үстіне 1 стақан жылы сүт құямыз. Енді еріткен майымызды құямыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Енді ұны кетеді. Бұл жерде тығыз емес, қамыр болу керек. Разрыхлительді ұнға қосып аламыз осылай. Сосын бірге елеп түсіреміз. Так, 900 грамм ұн кетті. Осындай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Алманың суы ағып кетпес үшін 1 ас қасық крахмал себеміз. Жақсылап араластырып алайық. Печеньелердің формаларын осындай етіп жасадық. Қазір бәрін басынан бастап дұрыстап көрсететін боламыз. Қамырды осылай жұқа етіп жазып аламыз. Енді бұл печеньені дайындау әркімнің өзінің фантазиясына қарай. Біз осылай ойлап шығардық, өзімізге ұнайды. Алманы арасына салып алып, жақсылап жабыстырып бекітіп аламыз жан-жағын. Сосын ораймыз. Аты печенье болғанымен, заты булочкаға ұқсайды. Енді бұл неординарный продукт. Сондықтан түріне қарап өзі адам қызығып жейтін болады. Тағы бір қайталап көрсетіп жіберейік. Қамырдың екінші жартысынан корица мен қант қосылған печенье дайындаймыз. Ол үшін домалатып жазамыз қамырды. Үстіне жаңағы ұнтақты сеуіп, орап, дәл осылай рулет етіп, үстінен басып, тура ортасынан 2-ге кесіп аламыз. Енді айқастыра орап, тоқаштың формасын шығарамыз. Тура осылай. Қандай әдемі тоқаш болып шықты. Қазір тағы да бір қайталап көрсетіп жіберейік. Қамырымызды жазып аламыз. Үстіне дайын ұнтақты сеуіп, рулет етіп ораймыз. Тура осылай. Қолымызбен жазып алып, ортасынан ұзынынан кесеміз. Айқастыра орап, тоқаштың формасын шығарамыз. Достар, араларыңызда менің каналыма тіркелмеген жандар болатын болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда да осындай пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Және де қазақша рецепт, қазақша видеолардың дамуына атсалыса отырыңыздар. Ол үшін осы видео қатысты комментарий жазып, ұнап жатса лайк басып қойыңыздар.
Достар, осы уақытқа дейін менің каналымның өсіп өркендеуіне атсалысып келген жандардың бәріне шексіз алғысымды білдіремін. Осымен менің сіздермен қоштасатын уақытым да таяп қалды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздер де осындай компоттың ішіндегі өнімдеріңіз қалып бара жатса, ысырапқа жол бермей, тура осылай дайындап көріңіздер. Өте дәмді, бәріне ұнайтын тағам болып шығады. Жарты сағат қана уақытыңызды бөліп, 2-3 күн тәтті дәмнің рахатына бөленесіз. Қалай дегенмен, өз қолыңмен дайындап шығарған өнімге, өз қолыңмен дайындап шығарған тағамға еш нәрсе жетпейді. Әсіресе үй жағдайында қол астында бар заттармен дайындайтын болсаңыз, 2 есе ұтатын боласыз. Ешқайда шығып, іздеудің қажеті болмай қалады. Ең бастысы, шаңырағыңызға мереке, дастарханыңызға береке келеді. Сол себепті кез келген тағамды үй жағдайында өз қолымызбен дайындауды жалғастыра берейік. Дайын. Қазір 180 градуста қызып тұрған духовкаға жарты сағатқа қоямыз. Так, печеньелер дайын. Қазір үстіне қанттың ұнтағын сеуіп қоямыз. Қанекей дәмін татып көрейік. Бісміллә деп. Қандай керемет. Иісі деген аңқып тұр, иісін. Дастарханға қоярдың алдында үстіне осындай қанттың ұнтағын сеуіп қойса, өте әдемі, ерекше болып көрінеді. Бұл жерде арасына салған алма мен алмұрт ерекше қышқыл дәм беріп тұрады. Қамыры өте жұмсақ, әрі жеңіл болғандықтан арасындағы салмасымен бірге керемет үйлесім тапқан. Мінекей, қараңыздаршы. Достар, печенье өте дәмді болып шықты. Жұмсақ, әрі балғын, сочный дейді ғой орысша айтқанда. Керемет енді. Иісі деген аңқып, әдем болып шығып тұр. Керемет. Ал мына жерде корицамен, бұл да өте әдем болып шықты. Мінекей, жұмсақ. Қазір бөліп көрсетейін арасын. Мінекей, қараңыздар, қандай керемет. Дәмі, иісі деген енді ерекше. Корица қосылған печенье. Ал мына жерде ішінде алмасы бар. Мінекей.